Армандай беріңіз. Тіпті таныстарыңыз арманыңызға күлетіндей дәрежеде армандаңыз. Арманыңыз сондай қызық әрі ерекше болсын. Арманнан мақсат пайда болады. Мақсаттан әрекет, әрекеттен берекет. Берекет ол жақсылықтың патшасы. Жақсылық жүрек рахаты. Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, қолыңмен істелген ісіңе сен. Алысың да сыйлайды жақының да, өзіңді өзің төменге түсірме сен. Өмір бұл жарыс. Кім көп еңбектенеді, сол арманына, мақсатына жетеді. Өмірге арызданып отыра берсең, мәреге де мақсатыңа да жете алмайсың. Еліктеуге асықпас едім, жұрт күшті деп санаған құрып кеткір қоқысты таңдамас едім, көрмес едім, оқымас едім. Өмір қысқа ғой, көбірек сүйерем, өзімді, отбасымды, адамдарды, әлемді. Жөндейікші жағасын құрақтардың, мен сенімен, сен менімен күн атқардың. Жөндей жағасын құрақтардың, сезімім бөлек екен жалғыз саған. Тапқандаймын енді ғана жауабын сен қойған сұрақтардың. Білесің бе, бір күнде 24 сағат бар. Сен сол сағаттың 12 сағатын ұйқыға, 6 сағатын телефонға, 4 сағатын құры бос өткізуге жұмсайсың. Енді қарашы, сен осылай жүргенде басқа адамның өзінің дегеніне жетіп, үлкен белестерге қолын созуда. Сен әлі жүрсің. Себебі шайтан не десе, сен содан шыға алмай жүрген надан адамсың. Солай ма? Иә, солай. Жалқаулық пен еріншектің ертеңі, өкініш пен дымсыз өлу. Ал енді ойлан. Жақсы болсаң жолдарың тегістелер, жаман болсаң өзіңе теріс келер. Адал болсаң қорықпа ештеңеден, қорғайды екен адамды періштелер. Бақ алдымен адамның аяғына қонады, аяғын түзу алып жүрген адамның беліне қонады. Белін бұлғамаған адамның кеудесіне қонады, кеудесін көтермеген адамның маңдайына қонады. Маңдайдағы бақытты бағалай білген адамның басында бақ мәңгі қалады. Ең тәтті нәрсе жан, ең ащы нәрсе тіл, ең қатты нәрсе дін, ең күшті нәрсе ұят, ең жүйрік нәрсе көңіл, ең жаман нәрсе нәпсі, ең ыстық нәрсе бала, ең суық нәрсе мүрде, ең қысқа нәрсе ғұмыр, ең опасыз нәрсе дүние, ең жақын нәрсе ажал, ең ұшқыр нәрсе қиял, ең нәзік нәрсе сезім, ең аздырғыш нәрсе құлақ, ең зор байлық денсаулық. Ата-бабамыздан қалған 5 насихат. Орынсыз өтірік айтпа, өтірік несібеңді жеп қояды. Ішімдік ішпе, ішімдік сауапты жеп қояды. Басыма іс түсті деп қайғырма, қайғы өмірді жеп қояды. Садақа бер, садақа бәлені жеп қояды. Әр нәрсеге қанағат ет, қанағат күнәні жеп қояды. Өмірлік жоспар. Өмір тұрлаусыз, бір орында тұрмайды. Өзеннің бірде тыныш, бірде асау толқыны секілді. Егер сіз өзіңіздің өмір өзенінің толқыны қалай лақтырса, соның ығымен қалбалақтап кете беретініңізді байқап жүрсеңіз, бұл сізге ымдалған міндетті түрде жоспар құру деген белгі. Иә мен жоқ. Өзгенің пікіріне тәуелділік біздің ең үлкен проблемамыздың бірі. Көрінгеннің қобызына билеумен бірдей. Менің лексиконымда негізінен иә деген сөз көп болыпты. Ар намысым тапталса да, мені алдап тұрса да, балағаттап жатса да, ауыр сөз естіп қалсам да, жоқ дегеннен гөрі иә деп құтыла салу оңай болған екен маған.
Өмірдің әрбір сәті мүмкіндік. Бізге жаратушымыздан неше түрлі мүмкіндік беріліп жатады. Тіпті күніне неше мәрте. Мысалы айталық, сіздер ерініп оқусыз қалдыратын күнделікті жазбалар, поштаңыздан ашылмаған күйі жатқан хаттар, бір таныстарымызбен не басқа адамдармен кездесіп қалған сәттеріміз. Бақытты болғыңыз келе ме? Бәрі де өз қолында. Өміріңізді бақытты етіп махаббатқа бөленуге ешқашан кеш емес. Сіз бақытты болу үшін жаралғансыз. Бақытсыз болу да өзіңізге байланысты. Таңдау сізде. Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға 3 алуан адамнан мінез жұғады. Ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады. Жуас болсаң жүн дейді, бұзық болсаң тіл дейді. Ойлы болсаң күн дейді, пысық болсаң қу дейді. Кішік болсаң құл дейді, таза болсаң кіріз дейді. Мықты болсаң мініз дейді, жұмсақ болсаң киіз дейді. Бетпақ болсаң мүйіз дейді. Кім болсам сонда жалғанда, қайталап айтам әр таңда. Ешкімде болма не жетсін, тек қана өзіңмен өзің болғанға.